Сұрақтар осы жақында папашка Ресей автокөлігін алған болатын. 2012 жылғы Nexi деген. Сол уайымдап жатыр. Біздің автокөлік қалай болады? Бірақ жаңалықтарда айтылып жатыр, Ресей көліктері жүре береді деп. Жүре береді. Бірақ сол тіркеу бойынша сұрайшы дегеннен, тіркеу болғанда оны қай жерге тіркейді, және қандай құжаттары керек? Және сомасы жобамен қанша болады? Вот. Қай жылғы машина дедіңіз? 12 жыл ма? 2012 жыл. 12 жылғы машина болса, Ресей көлігі болса, былай ғой бізде. Бізде білесіздер, мынау кедендік одақ бар қазір. 5 мемлекет кіреді, дұрыс па? Ресей Федерациясы кіреді, Белоруссия, біз кіреміз. Біз 15 жылы кіріп болғанбыз бәрі. Одақ болып, 1 қаңтардан бастап. Бұдан кейін білесіздер, қазір Армения мен Қырғызстан кірді. Қазір енді Ресей мен Белоруссия бізге қазір көлік тіркеген кезде бұларға негізі 3 түрлі төлем болады. Бірінші жағына баж салығы болады өзі, салық болады. Екіншіден жағына утилизационный сбор деген болады. Сол болады. Үшіншіден жағына кедендік салық болады. Соны бәрін төлеу керек. Кедендік деген жаңағы Ресейден өткен кездегі. Енді ресейлік көлікке кедендік салық керек жоқ оған. Біз алып кіріп болғанбыз кедендік одаққа. Сол керек емес. Одан бөлек 2 төлем болады. Сіздің жаңа айтып тұрған көлігіңіз бойынша неде мына бәрі жазылған. Бірінші тіркеу бойынша мына өзінің жаңағы салығы болады. Сіз айтып отырсыз 12 жылғы көлік па? 12 жыл. Бұл жерде көліктерге қарап мына М1 деген ол жеңіл көлік болады есептеледі. Мына сіздің көлігіңіз 3 жылдан жоғары ғой, 12 жылға, дұрыс па? Мына 3 жылда және жоғары болса 1 миллион 300 000 төлейді. Бір төлейді бұны. Осы төлеу керек. Екіншіден тағы төлем бар. Мынау утилизационный сбор деген бар. Кубы қандай? 1/5. 1/5, 1 мен 1/2 арасында 927 мың теңге төлейді. Сонда 2 миллион 1 теңге төлеу керек өкіметке. Өкіметке төлеу керек па? Қазір оны соңға бармай алады сонда? Соңға барасыз, соңға барып, мына осыларды төлеп көрсетесіз квитанцияларды. Жоқ, мынаны сонда мына айтқан 1 миллион қанша дедіңіз жаңа? 1 миллион 300 000. Оны обязательно төлеу. Міндет қой. Тіркеу кезде ма? Екеуін төлейсіз тіркеу кезде, иә. Ол өзі автокөліктің өзі миллионға алынбаған машина. Енді ол мемлекеттен қойылған осы талап өзі. Жоқ, мына қара 1 миллион 300 000 төлейсіз қой. Одан кейін 927 теңге тағы төлейсіз. Сонда 2 миллион 100 000 болады сонда. 2 миллион 200 000 болады сонда төлейтіңіз. Сондай. Өзі жақында алынған машина еді да? Осындай нәрсе ол. Ол кім атында машина көлік? Машина Ресейден жаңағы договор дей ма, бірдеңке страховоймен жүр ғой. Вообще мүмкін емес сондай деп ол. Ол келген көліктің барлығы оңушы тіркеліп бізге. Мүмкін емес сондай бізге айдарып жүрген. Түсінбедім. Сонда қалай өкет? Вообще түсінбедім сіздің. Мына жол жүріс туралы заң бар да. Заңға сәйкес шетелден келген көліктің барлығы бізде оңушы тіркеулер, біздің азамат алып келе ма? Оңушы тіркеулер сон бар өз атынан. Заң бұл сондай негізі. Тіркелді ма, тіркелмеді ма, соны көру керек тұр. Ол олсыз жүрмейді, ә? Жүрмеу керек негізі. Ол үшін жаңағы әкімшілік кодексте не қарастырған, штраф қарастырған. 590 бапта 2-ші бөлім бар, 10 айлық есептік көрсеткіште. 25 мың ғой, 10 айлық есептік көрсеткіш, ә? 26 мың қазір. 26 мың. Машина көлік неге қойылады штраф сайын? Штраф сайын. Содан кейін тек қана рәсімдеп оған шығарады, ол былай шығармайды. Былайша мүлде шығарылмайды. Шығармайды, иә. Сонда көзделген негізі заң бойынша. Ол үшін қазір азаматтарға көлікті тіркесін деп қазір не бардыңыз қазір? Заң күшіне енді ма, енген жоқ? Заң ол бұрыннан күшіне қойған. Күшіне қазір әлеуметтік желіде сондай не болып жатыр да? Шу болып жатыр. Азаматтар негізі соның бәрін біліп әкеп жатыр ғой, біледі өзі заң бар екен да. Оның бәрі мана келді, мен неге әкеп соны әкеп жатыр барлығы. Негізі заң бойынша тіркеу керек. Мысалы кеше мен бір жолдас балам Жигули автокөлігін алды, 91 жылғы болу керек, қателеспесем. 400 мыңға ма алды енді. Оны енді жаңағы тіркеу үшін мына миллион бірдеңкені төлеп, осылар төлеу керек. Одан бөлек біздің қазір мемлекеттік жаңағы таможня келгеннен кейін өзі халықаралық стандарт бар, Евро 4, Евро 5 деген. Соған сәйкес келу керек. Оған сәйкес келу үшін 4 түрлі өзі міндет бар, талап бар. Біріншіден жаңағы анау білесіз, подушка безопасности деген нәрсе бар. Сол болу керек. Ол сен Жигули мен Nexi жоқ нәрсе, білесіз ғой, конструкциясы бойынша. Екіншіден күндіз жарып жүретін жақта шамдар болады астында. Ол енді қалай істейсің оны? Үшіншіден ABS болу керек, ABS анау тормозный білесіз ғой жаңағы тегіш. Оны халыққа қызмет көрсету орталығына барып, барлық ақпаратты алып, жаңа тіркейді, сол жерден не алса бар ғой. Қазақстан номерлер беріледі, сары номер беріледі, олардың бәрі жалған ақпарат. Сары номер бар ғой, ол шетелдік жаңағы
шетел азаматтары өз көлігін берсе соларға ғана беру, бізге тұрады сол кезде ғана беріледі. Сары нөмір деген жоқ ондай. ондай берілмейді. Берілмейді. Уақытша тұрады нөмір. Мына шетелдің көліктерге лаж болса жолаудың қажеті жоқ деген сөз ғой. Иә. Түсінікті. Жоқ, қажеті бар. Шамаңызды жаңа рәсімдеп алып қайда беріңіз. Ол шекте қоймайды. миллион төлеу деген Енді мына осындай жаңа несі бар өзі, тарифі бар. жаңағы шетелдік российский көліктерді страховоймен жүре беруге болады деп. Ондай жоқ. Бізде былай да халықаралық жаңағы жолда жүру ережесі бар бізде мысалы. Кез келген жаңағы шетел азаматы, мысалы бізге Евроодақ қой қазір, шетелге береміз. О Евроодаққа келген азаматтар өзінің көлігімен келіп біз мемлекетте жаңағы 1 жыл жүруге ақысы бар. 1 жылдан кейін шығып мысалы өзіңіз ойлаңыз. Бізде жолда жүріс кезінде қандай талап қойылады? Біріншіден, мына азамат мына көлік айдап шығып жатыр ғой, көлік дұрыс па? Иә. Біріншіден, ол көлікті айдауға құқы бар болу керек. Жаңағы жүріс куәлігі дұрыс па? Екіншіден, сол мына көлікті айдауға өзінің жаңағы құқы болу керек. Несі? Меншік болуға. Жаңағы и жаңағы меншік қалай болады біздегі? Бізде қазір көбінесе сақтандыру полис арқылы дұрыс па? Меншік иесі бола аласың. Сол болу керек. Үшіншіден, көлігіңіз мына көшеде жүруге лайық болу керек. Техникалық ақау болу керек. Дұрыс па? Техникалық өту керек. Шетелдік көліктер техникалық байқаудан өте ма? Өте алмайды бізде. Өте алмайды, иә? Өте алмайды. Техникалық байқау білесіз, бізде жеңіл көліктерге 1 жылға беріледі. Ал анау білесіз, біз қоғам көліктері не өту керек ол, жылына 2-3 өту керек оларға. Міне, мысалы үшін алып келдіңіз Ресей көлігін бізге. 1 жылдан кейін бітеді техникалық байқау. Оны не істейсіз соны? Біз айтып барып керек қой. Баласымен жүрген ағайды өткізіп жіберсек, осы мәселе бойынша Бола ма? келіп отыр екен. Болады, болады. Болады. Келіңіз. Сіз де отыра бересіз.